Қадыр атамызды әріп танымаған бүлдіршін бөбектен бастап, әріпті көзілдіріксіз көрмейтін қарияға дейінгінің бәрі біледі. Өзін білмесе де сөзін біледі. Қаламызда Қадыр Мырзалиев атындағы облыстық мәдениет және өнер орталығы бар. Міне, біз дәл қазір сол мәдениет орталығында тұрмыз. Орталықта Қадыр атамызға арналған музей бар. Барлығыңызды музейге саяхатқа шақырамын. Қадыр Мырзалиев атындағы облыстық мәдениет және өнер орталығы 2015 жылы 27 маусымда ашылды. Ақынға арналған музей екі үлкен залдан тұрады. Бірінші залда Батыс Қазақстан облысының әдебиет және өнер саласы қайраткерлерінің фотосуреттері, туындылары, естеліктері мен жәдігерлері орналасқан. Мұражайда әдебиеттің көрнекті өкілдеріне, жырау, батырларға арналған көрме залы бар. Сырым, Махамбет батырларға арналған бұрыш өлке тарихынан сыр шертеді. Ұлы ақын Абайдан басталған арнайы бұрыштар келушілерді мол мәліметке қанықтырады. Өлке тарихында ізі қалған орыстың ұлы ақыны Александр Сергеевич Пушкин, татар халқының ақыны Ғабдолла Тоқай, ғалым Қажым Жұмалиев, Ақжайық трилогиясының авторы жерлес қаламгер Хамза Есенжанов, Тайыр Жарықов, еңбек жолын Оралда бастаған майдангер ақын Қасым Аманжолов секілді заңғар тұлғалар жайындағы құнды жәдігерлер баға жетпес байлық іспетті. 60 жылдық тарихы бар Ақжайық айтысына арналған бұрыш және өңір әдебиетінің дамуына үлес қосып жүрген ақын жазушылар туралы мәліметтерді де осы залдан көруге болады. Музейдің екінші залында Қадыр Мырза Әлидің мемориалдық кабинеті орналасқан. Бұл кабинетте Қадыр ақыннан қалған мұралармен толық танысуға болады. Қадыр Мырза Әлидің кәмелеттік аттестаты, сыныптастарымен түскен суреттері алыстан көз тартады. Бала Қадырдан дана Қадырға дейінгі еңбек пен ізденіс жолдарынан сыр шертетін ақпараттар да осында. Талай-талай жырлар, баға жетпес шығармалары дүниеге келген ақынның жеке жұмыс бөлмесі қаз қалпында тұр. Ақын жырлары ел аузына ерте ілігіп, заңғар жазушылар оң бағасын берген болатын. Ой орманы атты жинағы үшін 1966 жылы алған Ленин комсомол сыйлығы, 1980 жылы Жер ұйық атты кітабы үшін мемлекеттік сыйлықтың иегері атанғандағы дерек пен дәлел көрмеден көрініс тапты. Тәуелсіздік жылдарда алған марапаттары бір төбе. Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің құрметті профессоры атағын алғандағы, сонымен қатар халықаралық авиация сыйлығының құжаттарын көрмей өту мүмкін емес. Шет елдерге сапары, отбасымен түскен суреттері, тұтынған заттары, ақ қалпағы, қалта телефоны, тағы басқа құнды жәдігерлері көздің қарашығындай сақтауға әбден лайық дүниелер. Міне достар, біз аз уақыт ішінде қазақтың қадірі атанған Қадыр атамыздың музейіне саяхат жасап шықтық. Біз үшін ақынның мол мұрасы қанша уақыт өтсе де өз құнын жоймақ емес. Егер әр оқушы Қадыр атамыздың өлеңдерін оқып, саналарына құйып, жүректеріне шын қабылдай білсе, болашақта елін жерін қорғайтын, ақиқатты айтатын, тілін, дінін, дәстүрін қастерлейтін азамат болып өсетініне сенемін. Сіздермен бірге болған мен 5-ші сынып оқушысы Бауыржан Қызалуа.